Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шығатын пончиктердің рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде толық қараңыздар. Ең алдымен жылы сүтімізді, одан кейін жылы суымызды, қантымызды салып, жақсылап араластырамыз және оның үстіне ашытқымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Одан кейін алдын ала ертіп алған сары майымызды саламыз. Оны да жақсылап араластырып, үстіне жұмыртқамызды саламыз. Оны да жақсылап араластырып, үстіне өлшеп алған және ситыдан өткізген ұнымызды саламыз. Ұнды бірден салмаймыз, осылай аз-аздан асықпай салып, қамырымызды жұп-жұмсақ қып елеп шығуымыз керек. Міне біздің көріп тұрғандай қамырымыз еленді, өте жұмсақ болып шығады, қолға біраз жабыспақ болып тұрады. Енді бір ас қасықта немесе сұйық майыңыз, сары майыңыз қалса, осылайынан жағып жіберіп, жақсылап елеп жібереміз. Енді оның үстіне салафанымызды жауып қоямыз. Нанымыз әбден көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Енді көтерілгеннен кейін осылай бетіндегі салафанын алып, астыға біраз ғана ұнды сеуіп жібереміз. Дөңгелектеп біраз жинап аламыз. Енді оқтаудың көмегімен оны дөңгелек форма қылып жаямыз. Міне дөңгелек қылып жайып болғаннан кейін осындай кескіш формамен немесе кез келген стаканмен кессеңіздер болады. Барлық қамырымызды осылайынан кесіп шығамыз. Қамырымызды қатты жұқада қалыңында қылып жаймаймыз. Одан кейін осындай кондитерский вупи пайдың насадкасымен осылайынан кесіп шықтық. Сіздерде пончиктің формасы болса, сонымен кессеңіздер де болады. Енді қамырымыз өте жұмсақ әрі нәзік болғандықтан мен оларды орамалға емес, осындай қағаздың үстіне қойып шықтым, жабысып қалмас үшін. Енді әбден 15 минут көтерілгеннен кейін оны қызып тұрған майымызға саламыз бәрін. Ең алдымен бір жағын қызартамыз, одан кейін екінші жағын қызартып, пончиктерімізді пісіріп аламыз. Пончиктерді байқамасаңыздар тез қызарады, сондықтан қарап тұруларыңызды сұраймын. Міне екінші жағына аударып алдық. Енді піскен пончиктерімізді міндетті түрде салфеткаға, қағазға майын сорғыту үшін түсіріп аламыз. Міне менің піскен пончиктерім дайын болды. Енді алдын ала ертіп алған Қазақстан шоколадымызға аздап қана сұйық май құйып, осылай пончиктерімізді шоколадқа матырып аламыз. Үстіне кез келген безендірулеріңіз бойынша кез келген кондитерлік осындай посыпкаларды сеуіп шықсаңыздар болады. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Егер сіздерде кондитерлік посыпкалар болмаса, сахарный пудрамен де сеуіп шықсаңыз болады. Бірақ шоколадпен өте дәмді болып шығады екен. Мен балаларым бұны тез жеп қойды, өте дәмді болғандықтан. Достар, менің каналыма тіркелмесеңіз тіркеліп, қоңырауына басып қойыңыздар. Және төмендегі поделиться кнопканы бассаңыздар, құрбы достарыңызға, туысқандарыңызға осы керемет рецепттерді бөлісе аласыздар. Міндетті түрде каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен болған Ақмарал ас болсын.